Қаз майының пайдасы мен зияны қандай? Мамандар пікірі. Ғылымда қаз майының пайдасы жайлы көптеген еңбектер бар. Мамандар оны буын ауырғанда, пневмония, тері ауруларында жиі пайдаланған. Бұрындары тіпті қаз майын косметикалық заттарға да қосқан деген дерек бар. Зерттеулер бойынша қаз майының емдік қасиеттері өте көп. Қаз майының құрамында селен, қанықпаған май қышқылдары, холестерин және Е дәрумені болады. Аталған элементтердің әсерінен қаз майын ауырсынуды басатын, қалпына келтіретін және жараларды емдейтін құрал ретінде кеңінен қолданады. Сонымен қатар оның антиоксиданттық қасиеті бар. Құрамында қаз майы бар препараттар зат алмасу процесін реттейді, иммунитетті нығайтады, терінің және липидті тосқауылды су балансын қалпына келтіреді, қабыну және ауырсынуды жояды. Құрылымы бойынша қаз майы зәйтүн майына ұқсас келеді. Сондықтан ол дәрілік препараттардың құрамына кіретін басқа компоненттермен оңай сіңіседі. Ондай препараттарды ішуге немесе теріні емдеуге арналған құрал ретінде пайдалануға болады. Мамандар қаз майының денсаулыққа зиянынан гөрі пайдасы көп дейді. Мысалы, ежелгі Русьта оны ертеректе асқазанды емдеу құралы ретінде пайдаланған. Мысалы, ішімдік ішердің алдында шай қасық қаздың майын ішу арқылы асқазанды ішімдіктен зақымдамай, адам бойына токсиндердің таралуының алдын алған. Ал кәрістер қаз майы қатерлі ісіктің алдын алады деп сенген. Десе де қауіпті дертпен күресу күні бүгінге дейін мүмкін емес болғандықтан мұндай тұжырымға сену әлі ерте. Қаз майы көптеген аурулардың алдын алуға көмектеседі. Теріні үсік шалғанда, суворов әскерлері Альпі тауларынан өтіп, денелерін үсік шалғанда қаз майын жаққан деседі. Бұл ретте қаз майы үсік шалудың алдын алып, терінің қалпына келтіруіне көмектеседі екен. Суық дегенде, иммунитетті көтеру үшін 15 грамм алоэ шырыны, бал, какао және қаз майынан жасалған тұнбаны ішуге болады. Аталған қоспаны қыздырып, жылы сүтке бір шай қасық тұнбаны қосып ішу керек. Сүтті дәл осы әдіспен тәулігіне 2 рет ішкен абзал. Жөтелген уақытта ол үшін 100 грамм арақ, 100 грамм бал және 100 грамм майды араластырып ішкен жөн. Аталған қоспаны жақсылап араластырып, қараңғы жерде тұндыру керек. 7 күннен кейін қоспаны пайдалануға болады. Тәулігіне бір шай қасықтан күн сайын қабылдаса болады. Күйген кезде, күйген теріні қалпына келтіруде қаз майы таптырмас ем болып саналады. Ол үшін күйген теріге күніне 2 рет май жағып тұру қажет. Тері патологиялары емдеу үшін алдын ала ұсынылған емен қабығынан 20 грамм және қаз майынан 115 грамм тұратын қоспаны қолданасыз. Тұнбаны теріге жағып, целлофанмен үстін жауып, кейін дәкемен немесе таңғышпен байлап қояды. Процедураны 1 сағат бойы жасаған жөн. Қаз майы емдік қасиеттерін өте төменгі және жоғарғы температурада да жоғалтпайды. Сонымен қатар қаз майы ағзаны жылыту әсеріне ие. Сондықтан ол теріні үсік шалғанда жиі қолданады. Сонымен қатар түрлі тері ауруларына экзема, псориаз және әртүрлі іріңдер, тітіркену мен қызару, жаралар мен терінің түлінуі кезінде кеңінен пайдаланады. Алайда ашық жаралар кезінде қаз майын тек дәрігер кеңесімен пайдаланған жөн. Қаз майының денсаулыққа пайдасымен қатар зиян тұстары да бар. Қаз майын пайдаланғанда мынандай шектеулерді ескеру қажет. Ағзаның көтере алмауы, бауыр ауруларының асқынған түрінде, жүктілік және бала емізу кезінде. Сонымен бірге, қаз майын далаға шығарда және ыстық ауа райында бетке жағуға кеңес берілмейді. Себебі оның құрамында көптеген май қышқылдары бар. Ол ультракүлгін сәулелердің салдарынан теріге керісінше зиян болуы мүмкін. Қаз майын өте көп жағдайда ұйықтар алдында қолданған жөн. Қаздың майын созылмалы жүрек қан тамырлары ауруымен сырқаттанатын жандарға жиі пайдалануға болмайды. Себебі оның құрамында холестерин болғандықтан ол қанның ұйып, тромбтардың жарылуына әкеп соқтыруы мүмкін.